Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Мейірбек. Бүгінгі видеомызда сендерге статуя менен салынған үйді көрсететін боламын. Өте үлкен ескерткіш десем де болады. Ал ендеше мен видеомды бастайын. Ал сендер лайктарды басыңдар, арнамызға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Мен видеомды бастайын. Статуяны көріңдер, и лайктарыңды басыңдар аямай. Ал енді біздің ауылда осындай статуя бар. Менің скинімнен жасалған өте керемет үлкен болып тұрған қараңдар. Мен тура скиніме ұқсайды, дұрыс па? Комментарияға жазып кетіңдер, солай болса. Енді бүгін біз соның ішіне үй салатын боламыз, кәдімгідей керемет қылып тұрып. Ал кеттік, үйді салып бастайық дегендей. Так, ошын мынау жерде бірінші этаж мынау деген, екінші этаж көріп тұрғандарындай. Ошын мына жерде 3 этаждан тұрады дегендей, мынау үсті екінші этаж, басы үшінші этаж, аяғы бірінші этаж болып табылады бізде бұл жерде. Ошын мына жерде, короче, маған терезе салу керек, и кухня, и спальня, сондайлар салу керек қой, короче, ойдағыда. Жақсы, ендеше мынандай факелдердің жарығынан гөрі бізде табиғи жарық болып тұрған дұрыс. Терезе қойамыз ана жерге, яғни ошым терезені аламыз, и мына жерге ошым соны орнатамыз ғой, короче, 4 блокқа қойсақ, сонда дәл ортада болады екен. Ошым мына жерде так 4-еу болды ма? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дұрыс, я. Дәл осылай болу керек. Так, мынаны қараңдар достар, осындай ауылдың төбесінен көрінісі мынау, өте керемет. Лайктарын басыңдар осы үшін. И так, мына жағында тағы бір терезе құрсақ болады осы жерге. Бұны тоже дәл арттағыдай қайталаймыз, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 общем. Так, енді мына факелдерді алып тастай берсек болады. Тез жасағаннан үлгермей қалдым ғой дегендей. Жақсы, енді факелдерді алып тастаймыз осы. И так, мына жерге кроватьты орнатамыз енді, яғни ұйықтайтын жеріміз болады мына жерде. Так, жоқ, бұл жерге емес, мына жерге қояйық, и мына жерге сандықты қоямыз, я. Сонда дұрыс болады, и әдемірек болады менің ойымша. Так, осылай. Все, нормальный, да? Так, енді бізге, яғни кухня керек, холодильник, печь, посудомойка дегендей. Так, мына жерде верстак керек обязательно, печканы алайық, и посудомойка, яғни котелымыз бізде посудомойка жарайды. Я. Так, ендеше бізге так жарайды, осыларды пока что қойып тұрайық, и шалкер блокты алып холодильник жасай саламыз. Білмеймін, енді мебель мод жоқ менде. Так что осылай бола тұрады менде. Так, мына жерге қояйық верстакты, и бізде мына жерде печка тұрсын ба? Жоқ, қайта осы жерде посудомойка тұрсын, и печка осылай тұрсын. Сонда дұрыс болатын сияқты. Жақсы, ендеше ана жерге сөрелерін, яғни столдарын орнатамыз қазір осындай полоблокпен. И так, осылай қоямыз, сонда әдемірек болады. Наңғырым. Енді осы жерге шалкер блокты қоямыз, жаңағы әппағын. Я, осындай. Енді осылай екеуін қойсақ, міне холодильникке ұқсайды. Дұрыс па? Енді әдемірек. Мынау верстакты алып тастай салайық орнына. И мына жерге жаңағы котелған, я осы котелді алып берісі жылжытайық дегендей. И екі печке қойсақ, сонда меніңше нормальный болатын сияқты. Так, и осылай. Все, енді дайын, әдемірек болды деген ойдамын, я. Жарайды, ендеше бізге үстілеріне, яғни сән беріп тұратын дастархан сияқты зат керек. Посудомойкаға су қойып қояйық айтпақшы. Так, бізге андай кариречевный дей ма, яғни қоңыр түсті ковер керек. Мынаның үстіне плита қоя салайық. Так, енді ковер бізде ал. Так, осында ковер болу керек. Все, дайын, жасап қойдым дегендей, әдемі болып тұр менің ойымша. Енді мына жерге біз, яғни компьютерімізді орнатамыз, яғни столды қоямыз, мониторды саламыз, модсыз істеп жатырмын барлығын. Бұл тоже бір әдемі идея болатын сияқты. Так что лайктарыңды басып отырыңдар дәл үшін, и комментарий жазып кетіңдер міндетті түрде. Статуя мен скиніме ұқсады ма дегендей. Так, мына жерде қараң, енді верстакты қойсақ болады осы жаққа, столды осылай қойып. Или жоқ, қайта мынау столды бер жақ қарап сырғытып, яғни сырып, и верстакты осының жанына қою керек, сонда дұрыс болады. Мынаны қараң достар, үйістеміз, и так, былай істейміз да, и верстакты, яғни осы оң жағына қойып қоя саламыз. Сонда дұрыс болады. И енді бізге монитор керек болады, яғни бізде картинка. Так, плита алу керек, перне тақтасы үшін, и монитор үшін картинканы алу керек. Мынаны қараң, енді мониторды былай орнатамыз. Так, осылай и осылай. Так, былай, енді былай. Сонда төбеге қоямыз. Вот міне. Осылай жасап берсек те болады. Негізі оңай тәсілі көп, бірақ мен осылай жасаймын, үйреніп қалғам осылай дегендей. Так, оның жанына бізге
жаңағы гүл сияқты нәрсе тұру керек каталогта, яғни міне мынау горшокты алайық осындай, и соған талайық қоямыз, сонда әдемірек. Стиль ғой бұл, тоже компьютердің алдына деген осындай. Негізі кактус тұрады дейді, бірақ ол кактус жараспай қалатын сияқты. Так что мен тал қойдым. Енді орындығын орнатамыз. Орындығына кәдімгідей отыруға болатын қылып қоямыз, достар. Бұл тоже әдемі идея болады. Бізге ол үшін вагонетка, яғни вагонетка тұратын рельстер керек болады. Және де бізге деген есіктер керек болады, иә. И бір блокты есік керек болады, және де иә осындай. Так, осылай қоямыз, сонда тура алдыға қарайды. Так, есікті былай қоямыз, ол сүйенетін типа, и мынау жанына қоямыз. Так, осылай. Все. Әдемі, достар, қараңдар. Сендер де осылай жасап көріңдер, и ұнаса комментарийға мен жасап көрдім, осындай шықты. Так, мына жерге, достар, мынандай шай ішетін стол қою керек сияқты. Ол үшін мына кроватьты біздер басқаша орналастырамыз қазір. Кроватьты алайық, и сандықты аламыз қазір. Так, сундук қайда? Бізде сундук осында, и вот міне. Осыны аламыз. Так, мынаны қараң, енді осылай қойсақ, сонда вообще дұрыс болады, иә. Сундукты оның жанына қоямыз қазір. Так, енді мына сундуктың алдына столды қойып, мына жерге, в общем, шай ішетін столын қойып қойсақ болады, иә. Так, бізде, мына жақта айтпақшы. Вот, міне, осы орындықты аламыз отыратынға. И оған бізге, яғни жаңа қора сияқты нәрсе керек. Бізге осындай забор дейді ғой, иә. Осындай заборды аламыз, и коричневый, яғни қоңыр ковер, осыны аламыз. Сонда міне стол. Кәдімгідей осылай стол жасаймыз сонда. И ренжімеңдер, достар, осындай демалмай бірден сөйлеп тастағаныма. Жарайды, мен осымен видеоны аяқтайын. Өз мәресіне жетті десек те болады. Осындай бізде осындай бөлмені дайындадық. Скиніміздің басына, ішіне дегендей. Сендерге ұнады деген ойдамын, достар. Лайктарыңды міндетті түрде басыңдар. Арнамызға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Достар, жаңбыр жауып кетіп, далада қараң. И видеоның соңында мен сендерге айтарым, қазір YouTube каналға кіреміз. YouTube каналда бізде не бар? Казбекош деген канал бар. Осы арнаға тіркеліп кетің, достар. Осындай керемет Майнкрафтта видеолар шығарады, қызықты қылып. Сілтемесі описаниеде, кіріп міндетті түрде тіркеліп Мейірбектен келдім деп жазып кетіңіз. Ал ендеше мен видеоны аяқтайын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.